финалда Вьетнам Лай Тю Дон Вонды еркін жеңді. Одан кейін ширек финалда Үнді болуына Раққадан басын түсті. Ондыда әлем чемпионатында 8-ші орын алған спортшы, Азия чемпионатында 2021 жылы Алматыда күміс жүлде алған 68 келі салмақ дәрежесінде. Демек өте мықты балуан Делгерма. Ал қырғыз балуанның әлеуетін біз көрдік. Өзіміздің Нұрзат өзіміздің Элина Шалыгиннен жеңіліп жатып жеңіп кетті. Өте бір шешуші сәт қазір біз үшін де құрметті көрермен. Өйткені Нұрзат Нұртаева қырғызстандық балуан жеңсе бізге жақсы, өйткені Елена Шалыгиннен жолашылады. Ал А кілемінде қазір Бақбергенова Киранмен күресіп жатыр. Жәмила 76 келі салмақ дәрежесінде. Оған да құлақ түріп отырамыз қалай дегенде де. Қазіргі біздің негізгі үмітіміз Жәмилада екені күмәнсіз. Ерлер арасында күрескен еркін күрестің екі балуаны да өкінішке қарай жарыс жолын аяқтады, бірақ әзірше Тимур Очертулға қазір жақсы келе жатыр. Ол да жартылай финалда күреседі, құрметті көрермен. Тимур Очертулғаның қай кілемде қазір кілемге шығатынын анықтайық. Әлде міне 1 минут 15 секундтай уақыт өтті. Әзірше ештеңе өзгере қойған жоқ. Тимур Очертулға қазір А кілемінде жартылай финалда солтүстік кореялық Ким Куанг Джинмен жолығады екен. Егер жеңетін болса, онда Санжар Санжардың мүмкіншілігі болады. Санжар Мұхтардың мүмкіншілігі болады. Сондықтан да қатты тілеулес болып отырамыз қалай дегенде де. Ал бұл біз тамашалап жатқан уақытта Activity time. Моңғол балуанның алғашқы ұпайы бұйыратындай жақындап тұр. Сондықтан Нұрзаттан қазір шешімді қимыл күтеміз. Алдыға шықты монголиялық. 1-0 қазір белсенділік уақытын пайдалана алмағы үшін де қазір моңғол балуанына бір ұпай беріліп отыр. Ал міне аяқ қымтылды қазір. Бір балл беріледі. Моңғол балуан тағы бір балуан, тағы бір ұпай. Жерде жарақат алып қалды ма? Жоқ, бұл жерде. Нұрзат қазір ауырсынып жатыр. 2 балл беріп отыр кілемдегі төреші. Нұрзат Нұртаева қазір жарақат алып қалған сияқты. Міне бүйірін ұстап жатыр. Соған қарағанда дәрігер көмегін қажет ететін сияқты. Өкінішті егер жарысты жалғастырмайтын болса. Қазіргі келіп жеткен мәлімет бойынша, құрметті көрермен, Жәмила Бақбергенова үндістандық қарсыласы Киранды жеңіп финалға жолдама алды деп тұр. Қазір біз бұл ақпаратты тексереміз. Таза жеңген екен, құрметті көрермен. 4-2 есебімен ары қарай айқын басымдыққа ие болған екен. Ендеше Жәмила Бақбергенова 76 келі салмақта финалда. Құрметті көрермен, түстен кейін ендеше бір отандасымыздың финалда күресетінін көреміз, және оның қарсыласы кім болады? Қазір анықтаймыз. 76 келі салмақ дәрежесінде Айперім Медет қызы мен Чаң Хью Ца кездесіп жатыр. Қазір С кілемінде осы жұптың жеңімпазы біздің Жәмилаға қарсылас болады түстен кейін. Ендеше көңіліміз көтеріліп қалды, құрметті көрермен. Ендеше бір спортшымыз финалда, жаман емес Жәмила. Енді алғашқы жарысы, осындай беделді жарыстың ақтық белдесуіне жолдама ұтып алды Жәмила. Сәттілік тілейміз. Мына жерде жағдай. Нұртаева да қалысатын емес. Қазір 2 ұпай алып үлгерді. Жаңада Шалыгиннен жеңіліп жатып, жұлып алған болатын. Мүмкін тағы сол мінезге басатын шығар. Қалған 10 секунд уақыт. Мына осы кілемде қапталдағы төреші Бақытжан Жақсығұлов, отандық маманымыз. 30 секунд үзіліс. 2-3. Өте челенжді. Міне монголиялық спортшының шабуылы. Міне осы сәт
2 балл бағаланды. 2-3 әлде көп ештеңе шешіле қойған жоқ бұл жерде, құрметті көрермен. Ендеше күтеміз. Міне Нұрзат өте шешімді қимылмен кілемге беттеді. Ал енді қазір Бақытжан Жақсылықтың белгі бергенін көрдіңіздер. Кілем сыртында бақылап отыр Бақытжан мырза. Ал көрейік. Моңғол Екінші кезең басталды. Моңғол балуанының қандай осал тұсы барын Нұрзат жақсы бағамдады деп ойлаймыз. Қазір міне қарсыласты тырнап ескерту беріліп жатыр. Қолды дұрыс сілтемең үшін де ескерту. Дәл осындай жағдай қайталанса, ой, тамаша, тағы аяққа жақсы өтті. Тағы 2 пай. 2 балл. Нұрзат дейір екен шында да. Партерде ала алмады. Жаңа бір рет ала алмаған болды. Қазір екі жаққа кезек теңселгенмен тағы да ала алмайды сияқты өкінішті. Бірақ 4-3 есебімен алды қазір. Енді Моңғол балуанның шабуылға шығу кезегі келді. Амал жоқ, шабуылдайды қазір. Партерге түсіріп, қоржынына 2 балл. Қырғызстандық балуан. Жоғарыда біз аттап өттік. Бұл спортшымыз ескерту. 5-3 қазір тағы, бұл жол ескертуді. Жоғарыда біз аттап өттік. Осы жағдай қайталанса, ұпай қарсыласқа бұйырады, және ескерту алады. Сарға ережеге сәйкес бірінші осылай ауызша ескерту беріледі. Ал Моңғол балуан аяқ ұмтылды қазір. Белгі ұмтылды. Жақсы. Жоқ, бұл жерде қорғанысы жаман емес, бірақ 2 пай. Енді басымдық. Қазір басымдық қырғыз балуанда деп көрсетіліп тұр. Ескерту бар. Әлде шабуылдауға тиіс болады онда моңғолиялық қыз. Делгерма Энсайхан. Уақыт бар әлі. Өте мінезді екені көрініп тұр екеуінде. Кезек-кезек таразы басын 2 жаққа аударып жатыр. Көрейік. Осы салмақта Мерим Жұманазарова әлем чемпионатына қатысқан. Міне енді 2-ші нөмірлі палуан осы Азия ойындарында. Міне енді көрдіңіз бе? Мына жерде 1 балл беріледі. О, басымдық қазір. Моңғолия балуаны өтіп кетті. Бұл жерде жайдан-жай бере салды Нұртаева. Ал енді екіленіп тұрып шабуылдау кезегі. Енді осы жерде ең Нұрзатқа берді. Әр белдесудің шешуі. Міне, тағы, ай, тамаша. 4 пай ал ендеше. 9-6 қазір. 9-6. Түктірістен орындады ғой. 4 балл ол бағылын. Ай, енді 4 тоғанда нашарлау өкіншінде. Енді бірақ қимылы жылдам өте. Ой. Ұпай берілі ме қазір? Береді. 8-9, өте бір. Ал енді қазір Энсайхан не істей алар екен? Энсайхан соңына дейін жеткізе алмады. Яғни 4 тоғанда қайран жасай алмады. Әлде 1 ұпай кем. Қазір бапкерлердің қараңыздар жаны шүбірекке тиіп отырған сәті. Енді өте қиын. 42 секунд қалды. Белдесудің аяқталуына 42 секунд бар. Әр спортшы жеңімпаз атанғанда, жүлдегер атанғанда біз енді спортшыларды сондай жетістіктермен, спортшылармен мақтанамыз. Бұқаралық ақпаратта көптеген мәліметтер таралады. Бірақ та мына жаттықтырушының еңбегі көріне бермейді. Әрине. Ол мына оның ішінде жеңіске тап болса, кейбірде біз жаттықтырушыны кінәлаймыз. Сондықтан бұл мамандардың еңбегі өте зор. Ал қазір тіктір лақтырала ма? Ай, жақсы. О, жоқ. Әттен соңына дейін жеткізе алмады. Нұрзат 6 секунд қалды. Кімге бермеме бұл жерде ешкімге ұпай? Берілген жоқ, бірақ та қазір челлендж болады шығар. Шала орындалған сияқты. 9-8, құрметті көрермен. Ал финалға шыққанына қуанып тұр, бірақ челлендж болады шығар шынында, иә? Әлде моңғол балуаны?
Иә, челлендж болу керек. Ана жерде енді құтылып кетті ғой, сытылып кетті, бірақ қандай шешім болатын. Иә. Негізі әдіс орындалды, бірақ та соңға дейін Иә, соңына жеткен жоқ. Көрейік енді. Не болса да осы 68 келі салмақ дәрежесінде Азия құрлығында мықты жақсы палуандарымыз бар екен. Ал Иә, құрметті көрермен, челлендж орындалған жоқ. Ендеше Энсайхан жеңілді, ал енді Нұрзат Нұртаева құрметті көрермен финалға жолдамалы. Демек біздің Елена Шалыгинаның қолаға таласуға мүмкіндігі бар деген сөз. Өте тартысты белдесуде 68 келі